Клинта Нокут остается один игрок, добивает сразу клиента, остается Макс, добивает Макса, это топ-1 для команды eSports, 9 киллов. eSports занимает топ-1 и становится чемпионами Казахстана по Free Fire первого сезона лиги B-Play. Единственный на ногах сейчас у команды Silence. Да, мы сейчас игрок сборной Черри, я не вижу, кто Всё, это, минус он пытается Silence. зайти. Кто eSports заходит? Original 14 киллов и продолжают давить. Против психов выходят и ставят жирную точку в этом Нет, хорошая позиция, но его вырубают, скорее всего, да, и eSports Original занимает топ-1 в этом 18 матче. киллов или около того у них. Это просто нереально. Очень жестко отыграли. 16. Их должны уничтожить. Грозного нокнули, но просто с дробовиками. Дальше врывается ангел одного, второго Мади. И это победа команды eSports Original. Очередная за сегодня. Шикарная. Көптен күткен B-Play Free Fire лигасының екінші маусымы Fast Cup серияларынан басталады. Апта сайын, әр бейсенбі сайын тіркелу 19 қазаннан басталады. Жалпы жүлде қоры 160 мың алмаз үшін күресу мүмкіндігіңіз бар. Біздің сүйікті ютуберлеріміз ойнап, стрим жүргізіп және ойындарға анализ жасап, өз пікірлерін білдіреді. UGC конкурсына қатысуды ұмытпайық. Жүлде қоры 40 мың алмаз. Техникалық серіктес Poco. Турнир ұйымдастырушысы Beeline Қазақстан. Ақпараттық серіктес TikTok. Pinger Pro'ға тіркел. B-Play әлеуметтік желілеріне жазыл. Барлық сілтемелер сипаттамада. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Әділ. Бүгінгі видеода мен сіздерге eSports гильдиясының ойыншыларының настройкасын айтатын болам. Турнирда қандай соткамен ойнайды, қандай настройкамен ойнайды, осының барлығын бүгінгі видеода айтатын болам. Сондай-ақ гильдияның ойыншылары туралы кішкене ақпарат беретін болам. Яғни кімдер турнирға қатысады, кімдер көбіне көрініп жүр, солар туралы айтатын болам. Солардың настройкасын және де өздері туралы кішкене ақпарат беретін боламын. Сіздерге қызық болады деген ойдамын. Видео қызық болса лайк басып қалға тіркелеміз. Қиын болмаса осы видеоға 8000 лайк жинап тастайық. eSports Original командасынан бастайын. Бізде Груз, Мади, Грозный, Ангел деген ойыншылар бұл составта. Бірінші Грузтан бастайын. Груз eSports Original командасының капитаны. Жасы 18-де, Free Fire'ды 3 жыл ойнап келе жатыр, яғни шыққаннан бері ойнап келе жатыр. Алматы қаласында тұрады, колледжда оқиды екен. Ойнайтын телефоны iPhone XR, барлығын чувствительності 100, кнопкагына 48. Екінші ойыншы бізде бұл Ангел, жасы 17-те, Ақтау қаласынан болады. Free Fire'ды 2 жыл ойнап келе жатыр уже. Ойнайтын телефоны iPad, худы осындай, чувствительності да осындай, барлығы 100-де. Үшінші ойыншы ол бізде Мади Ес, бұл бізде Мадияр Рафаэлов, жасы 16-да, Қызылорда қаласынан болады. Колледжда оқиды, педколледжда оқиды. Free Fire'да ойнап келе жатқанына 3 жыл болыпты. Қазіргі кезде A71 дейтін телефонмен ойнайды екен. Настройкасы мына экрандарыңызда. Төртінші ойыншы ол бізде Грозный Ес, аты Алшынбай Бекара, жасы 17-де, Қарағанды облысынан болады. Free Fire'ды 2-ші пропустан бастап ойнап келе жатыр екен. Қазіргі кезде ойнайтын телефоны A50 телефоны. Сол соткамен ойнайды. Жалғастырамыз, келесі состав. Өз составым Псих, Вендетта, Экстази. Осылардың настройкаларын қазір айтатын болам. Бірінші ойыншы бізде Псих Ес, аты Нұралы Нұрғалиев, жасы 16-да, Семей қаласынан болады. Free Fire'ды уже 4 жылдай ойнап келе жатыр, басынан бастап ойнап келе жатыр. Мектеп оқушысы, ойнайтын телефоны Huawei Mate 10 Lite 2017 жылғы сотка, чувствительності осындай. Кнопка огня 60. Екінші ойыншы бізде Экстази, аты Нағым Айтбек, жасы 18-де, Қызылорда қаласында тұрады. 2017-тен бері ойнап келе жатыр. Универде оқиды. Free Fire'ды iPhone 11-мен ойнайды. Настройкасы осындай. Төртінші ойыншы ол бізде Ес Вендетта, жасы 15-те, Қызылорда қаласынан болады. Free Fire 2017 жылдан бастап ойнап келе жатыр. Қазіргі кезде колледжда оқиды. Ойнайтын телефоны Xiaomi Redmi 8, настройкалары осындай. Келесі ойыншы бізде
Тим Аку деген ойыншы, ойнайтын телефоны iPhone 7. Өзі туралы айтып кететін болсам, Жаңаөзен қаласынан екен, жасы 15-те, Free Fire'ды ойнап келе жатқанына 1 жыл 7 ай болыпты. iPhone 7-ме ойнайды, DPI 120-да, настройкалары осындай. Келесі ойыншы ол бізде Адок, аты Әділ Исаханов, жасы 20-да, Алматы қаласынан болады. Free Fire'ды 2017 жылдан бастап ойнап келе жатыр, жеке кәсіппен айналысады. Және де ол біздің гильдиямыздың офицері. Free Fire'ды Redmi Note 8 Pro дейтін телефонмен ойнайды, настройкалары экранда. Келесі ойыншы бізде Макаров, аты Диас Макаров, Ақтау қаласынан болады. Ойнайтын телефоны Redmi Note 8 Pro, DPI 392, кнопка огнясы алпыс. Келесі ойыншымыз 111 Зайзоя, аты Дамир Абишев, жасы 14-те, Ақтау қаласынан болады. Free Fire'ды ойнап келе жатқанына 2 жыл болыпты. Ойнайтын телефоны Redmi Note 9 Pro, DPI 392, настройкасы міне осындай. Соңғы ойыншымыз ол бізде Маньяк немесе KZ Team Clint, аты Бексұлтан Теміртасов, жасы 18-де, Жаңаөзен қаласынан болады. Қазіргі кезде Алматы қаласында универда оқиды. Бойы 180, басы бос. Ойнайтын телефоны iPhone 11 мен ойнайды, настройкасы осындай. Достар, осымен видео аяқталды. Видео сіздерге қызық болды деген ойдамын. Егер де солай болса, осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетейік, және де комментарий жазуды ұмытпаймыз. Осымен видео аяқталды. Сау болыңыздар, амандықта, жүздескенше.